Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз қоғам игілігі үшін еңбек тақырыбында жалғасатын болады. Қоғам адамзаттың рухани айнасы іспетті. Өзімізді үздіксіз біліммен қаруландырып, қоғамның игілігі үшін еңбек етуіміз керек. Біле білген адамға қоғамға қызмет етуден артық бақыт жоқ. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі американдық саяси мемлекет және қоғам қайраткері ақш-тың 35-ші президенті Джон Кеннедидің ел мен үшін не істей алады деп сұрама. Ел үшін өзім не істей алам деп сұра. Нақыл сөзімен жалғастырамыз. Дәйек сөздің мағынасын түсіну үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Неліктен қоғам үшін адал еңбек ету дұрыс әрекетке жатады? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Олай болса, құрметті оқушылар, оқулықта берілген Әкім Ысқақтың ата ақылы мәтінін тыңдауға шақырамын. Ата, мен сенің жалғыз ұлдан көрген тұңғыш немерең едім. Ұзақ күткеніңнен шығар, мені өте жақсы көрдің. Бірақ ешқашан есірте еркелетіп, бетімнен жіберген жоқсың. Көбіне қасыңнан тастамайтынсың. Не туралы сөйлессең де, сөз аяғын үнемі сыйластыққа, кішіпейілділікке, ақылдылыққа, толып жатқан жақсы қасиеттерге әкеліп тірейтінсің. Әрине, оның бәрін түсіндім, қабылдадым деп айту қиын. Бірақ жақсылыққа деген ынтызарлық, жамандыққа деген жиіркеніш, адалдыққа, шыншылдыққа ұмтылушылық, халқымыздың кейбір жақсы салт дәстүрлерін қадірлеушілік сияқты қасиеттер біртіндеп болса да көкірегіме жинала берді. Ата, жалғыз менімен ғана емес, кез келген адаммен тіл табысып, ашық, жарқын әңгімелесіп кететінсің. Танысын, танымасын, әйтеуір кездескен кісілердің бәріне жақсылық жасауға ұмтылатынсың. Елдің тату тәттілігі мен отбасы сыйластығы үшін бар күшіңді салатынсың. Сондықтан жұрттың бәрі сені ардақтайтын, құрметтейтін. Әсіресе жас балаларды жақсы көретінсің. Қашанда қамқор болып жүретінсің. Әсіресе жетім жесір мен тәрбиесі қиын балаларға келгенде көмегіңді аямайтынсың. Бала деп соққан жүрегің өзгеше болатын. Ата, өзіңнен әр нәрсені бір сұрай беретінмін. Бәріне де салмақты жауабың дайын. Бар ықыласыңмен түсіндіретінсің. Тағы да сондай бас қосуда, ата, жақсы деген не? Деймін ғой баяғы. Айналайын, жақсыны білгісі келетін өзіңнен. Жақсы дегеннің бойында ізгілігі, қайырымдылығы, адалдығы болады. Ата, ал жаман деген немене? Жаманның бойында қараулығы, арамдығы, күншілдігі сезіліп тұрады. Ата, қашан мен жақсының қатарында боламын? Айналайын-ай, үлкендерге жақсының қасиеттерін игеріп, кездескен қиындыққа көне білесің. Бәле жалаға сабыр етесің. Жақсының қатарында болғаным деп есептегін. Онда бар жоғы 7 жастағы балдырған едім ғой. Содан бері қанша жыл өтсе де, осынау сөз жадымнан шыққан емес. Ата, өзің берген тәрбиенің арқасында қанаттанып өстім. Ал балалар, сіздерге мәтін ұнады ма? Олай болса, сұрақтарға жауап берейік. Атасының бойындағы ізгі қасиеттер қалай пайда болған деп ойлайсыңдар? Автор атасының ақыл кеңесін өмірде, іске асырып келе жатыр ма? Қалайша? Автордың орнында болсаң, атаңмен не туралы әңгімелесер едің?
Адамды қандай ізгі қасиеттер толық адам деңгейіне жетелейді? Әңгімелеп беріңдер. Ал енді өткен тақырыпты бекіту үшін шығармашылық тапсырмаларды орындайық. Оқулықтағы 4-ші тапсырма. Абайдың естілердің сөзін ескеріп жүрген адам өзі де есті болады деген сөзін басшылыққа алып, қоғам игілігі үшін еңбек етіп жүрген кез келген саланың мамандары туралы эссе жазыңдар. Бесінші тапсырма. Төменде берілген қанатты сөздерді оқып, адамның қоғам игілігі үшін қызметі жөнінде ой тұжырымдарыңды ортаға салыңдар. Алтыншы тапсырма. Өсиет әңгімені оқып, кейіпкерлердің мінезі мен іс-әрекеттеріндегі ерекшеліктерге назар аударыңдар. Әнет бабаның ел билеу үшін алдымен елді ауызбірлікке, ынтымаққа шақыра біл деген ойын сыныптастарыңмен талқылаңдар. Бүгінгі сабағымызды түйіндей келе, адам мұраты қоғамға қызмет ету мен мән сыйлау. Сонда ғана адамдық борышымызды өтеп, айналамызға шуақ шашқан толық адам боламыз. Өзіне сенген, өзін жетілдірген адамның бойында рухани адамгершілік қасиеттер молынан болады. Сол қасиеттерді қоғам игілігі үшін сарқа жұмсап, жалпы адамзаттық құндылықтардың салтанат құруына атсалысайық. Олай болса, осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегімізге сақтайық. Қош, сау болыңыздар.